Павлодар қаласында Жасыл ел еңбек жастар жасағының 3-ші маусымы ашылды. Жазғы еңбек науқанында Ертіс өңірінде 2500-ден астам жас жұмыспен қамтылады. Бұл Жасыл ел отрядының 11 жылдық тарихында бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Осы маусымда еңбекқор жастар экологиялық, құрылыс, археологиялық, педагогикалық абаттандыру және көгалдандыру бағыттары бойынша жұмыс істейді. Тіпті Баянауыл өңіріндегі көлдердің түбін тазалайтын суасты отрядда құрылған. Сондай-ақ павлодарлық жастардың бастамасымен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 25 аула жөнделеді. Республикалық штаб тарапынан қосымша кез келген жалаққа 17.697 теңгеден қосымша жалақы төленетін болады. Ол әр сарбазға төленетін ақша болып табылады. Енді орташа жалақы бүгінгі таңда Павлодар облысы бойынша 50-60 мың теңгені құрап отыр. Жазда Жасыл елде жұмыс істейміз, жақсы жалақы табамыз, жалақымыз орынша, жақсы беріледі. Осы қаламыздың көркеюіне атсалысамыз.